негізге қатты беріліп кеттіңіз. Кішкене былай бізге де назар аударсаңыз, академиялық форматта кітап жазсаңыз деп мені қинады. Бір жағында, оң жағында Бейсен Прамбек отырды, сол жағында Азат Тұспан отырды, екеуі қинап мені уәдемді алды. Мына Виктор Франклдың The Will to Meaning деген атақты Search for Meaning деген кітабы бар, Search for Meaning деген кітабы бар, сен соны оқырасың. Мағұл деп, біз сосын 16 жыл қолға алып, оған 4 жігіт жазылған. 4 жігіт жазылғаннан Қазақстанда жаза алмайсың кітапты, жаза алмайсың. Негізгі себебі сені той-томалап өлім шықтым, жиын шақыра берді, сондықтан біз бұны жазайық деп, біз ешқандай қонаққа шақырмайтын жерде Түркияның Кайсертеген қаласын Ташкент. Сөздерді жаттықтарына таңның ақысы, күннің батысы, және оны бізге сауатты ауылға көмектесетін, оны арнайы өзінің мамандары болады, профессорлар болады, біздің қасымызда берген, Мұхит Төлеген деген жігіттің өзі профессорлар кейін олардың өзін таныстым, сөйлестім, өте жақсы көмектесті. Сонда олармен бір шеттен қатты көмектескен бір себебі таң қалды. Сендер өздерің осындай күрделі нәрсені аударамыз деп келе жатсыңдар ма деп. Сосын жақсы көмектесейік деп біз түсінбейтін терминдердің бәрін қалған өзің қасып кете бересің. Енді мен мынаны жібере салайын қазір. Мынау атақты Зигмунд деп жазып беріп соғысқа ықпалын, қазір бұны Зигмунд Фройд деп айту қазақшасы. Сондықтан бұл Фрейд десеңіз де өтіңіз, Фройд десеңіз де кішкене оригинал жақын емес. Бұл әңгіме неге шығып кетті, бұл кісі неге атақты болып кетті деген кезде дәл қазір Қазақстанды көздеріңізге елестете салыңыздар. Күннен күнге Қазақстанда нигилистік көзқарас көңіл-күй үстем болып келе жатыр. Адамдар өзінің рухани тамырынан, өзінің ата-бабасы ұстанған дінінен, салттан жетіп бара жатыр. Енді оған негізгі себеп өзінің мұсылман қауым ретінде таныстырған адамдардың бәрі интеллектуалдық алаңда жеңіліп жатыр. Олар бір ғылыми серпін беретін, бір қоғамды қатты шабыттандыратын нәрседен гөрі біздің соңғы 20 жылда көзден көріп қолын ұстады. Қазақстандағы мәдени құндылықтардың бәрін дін тазалаймыз деген ұранның астында бәрін тазалап тастады. Талай жеңістікке жетті және олар. Сондықтан оның кезінде де осындай оқиғалар болған, шіркеу институты жеңілген, олар академиялық ғалымдар талқандаған. Сонымен Еуропаның халқы не ар емес, не бер емес, бәрі қазір Қазақстандағы көңіл-күй 1890 жылдары Еуропада орнаған. Шіркеуге қарай барайын десе, ол жердегі надан топас ксенздардан қорқады. Ғылымға қарап кіре берейін десе, оның бойында трансцендентті үрей бар. Яғни эскатологиялық үрей сөзі бар. Ғалымдар айтып жүргендей емес, мен өлгеннен кейін шынның ары тіршілік жалғасып кетсе, мен қақпанға түсіп қалмаймын ба деген үрей адам бар болады. Себебі сен трансцендентті болмысың, сен ғайыптан келгенсің, сен мәңгілік тұра бересің. Философияның заңы бойынша жоқтан бар шықпайды, жоқ нәрсе бар болмайды, бардан жоқ шықпайды. Сондықтан сен қазір жерде барлық тұрсың ба, демек бұған дейін бір барлық, оның арқылы бір барлық. Өлгеннен кейін бір барлық, бір фармақтар өтіп кетеді дейді. Оның үстінде жүрген саласы бар, оған кірмеймін. Ол кейін өзіміз деген жігіттер шай отырғанда айтып берген. Содан бұл жігіттердің Еуропаны құтқару керек, елдің бәрі викториялық морализмде өткен, викторианская эпоха деген көрсеңіздер болады, ютубқа кіріп, сол жерде адамдардың, Еуропадағы адамдардың бәрін тура біздің Қазақстанды ескертіңіз болса, не үшін біздің әсіресе оңтүстік тарапта қыз келіншектерді көп моральный ешіре үйтіп болмайды, шамадан тыс моральдық талаптар көп болған кезде адамдар жарылып кезде. Сол сияқты Викторияның дәуірінде қатты қысымға ұшыраған адамдар бәрін құтқарам дейді, бұл келеттерін бейшарада жатқан заттарында жай ғана импульс, құдай деп жүргендердің бұзылып қалған бейшарандары кішкентай кездегі 5 жастан шейін қалыптасқан әкенің ұлтталған бейнесі қайдан одан басқа түкте жоқ. Философия, мәдениет, ғылым деп жүргендердің бәрі сублимация іштерінде сексуалды импульсті қысып қалғаннан кейін сыртқа арсыз бейнесіне шыға алмайды. Социумның тарапынан қатты қысым көргеннен кейін ол ғылым мәдениеттің шырақтарын өзгеше жерде уақытша сыйласып жүздесіп әдемі жылтырап жүрген шындығында келгенде адамның түбін қазып емтіне барып ядролық тірелетін болсаң ол жерде арсыздықтан басқа түкте жоқ жігіттер. Сондықтан біріншіден өзіміздің түпкі арсыздығымызды мойындап алайық. Екіншіден және енді соны сыртқа көрсетпей красиво әдемі өмір сүруге үйренейік деген сияқты осындай кетеді. Бірақ енді шынымен де Фрейдтің ашқан жаңалықтар көп, айтқан, үйретеді, әлі келе жатыр. Бірақ енді қазір 97 жылдан бастап бұның рухани мәселеге қарсы айтқан көзқарастардың бәрін тоқтатты, болды. Ол енді ары қарай сөйлей алмайды, себебі қалай десеңіз де адамдардың бәрі тылсымды, ғайыпты, өзінде белгісіз абсолюттік мәні бар болып тұра беретін болмысты іздеуге құмарлығы өмір басылмайды. Оны сен дінге апарып салсаң діннен көңіл қалады, одан шықса болды эзотерика жүріп беріп, болмаса қызыл шықпесінен әйтеуір бір елесейіп кетеді. Соны дұрыс ұстап бермейтін болсаң, ол адасудан көз ашпайды. Сондықтан енді бұның кезінде
не істейді керек дамайды біз Европада адамдар көңілі қалып, көңілсіз болып, ары беріп Қазақстанда андай жағдай көңіл көбейтіп тұрған кезде отырақтарына мен адамдардың не үшін өмір сүретінін білемін дейді ғой. Неге дегенде біздің ядромызда түбінде сексуальный импульстар ұқсап қайнап жатыр. Олардың бәрі рахаттанғысы келеді. Сондықтан біздің негізгі өмір сүру принципіміз рахаттану. Сондықтан бұны ұялмай айта беріңдер, ештеңесі жоқ дейді дағы. Бұл кісі былайша Пандораның жәшігін ашып жібереді. Сол нүктеде бұның қатты сынайды, қатты бөлімнен салса, төбелесек көздерінің арасынан академиялық айтысқа жүріп жатыр. Оған танымаған кісілер бар, техникасы үйреніп алған миллиондап ақша тауған адамдар бар. Медицинада қолданып сондай кинолар қатты түсіріп кетті бұл жайында. Бірақ енді оның инерциясы әлсіреп келе жатыр. Ол инерциясы әлсіреуге себеп болған өзі екі нәрсе. Біреуі Адлердің оппоненттерінің біреуі, оған көп тоқталмай. Бұл Адлер сіздер өте жақсы білесіздер. Соңғы 10 жылдама бүкіл Қазақстан ауылының мотивация дегені арман болу керек, жоспар болу керек, ауыл болу керек деген. Соның мына жаңағы Фред сен шамадан тыс біздің бүкіл проблемамыздың бәрін балалық травмаға сүйреп апарып тастадыңдар. Бүкіл комплекстеріміздің бәрі 5 жасқа дейінгі травмамен байланыстыра бересіз. Бәріміз соған кіріп кеткеніміз соншама алға қарап жүзе алмай қалдық. Қазақстан сіздермен талайын көрдім. Әпежеттеу көз ашып толған адамдардың өзі осы жаңағы Фредтің бала детский травмада көрмеді ол құдай санасын бір отырса болды жаңағы әсіресе гәппе жиналса болды сенің травмаң бар ма сенің травмаң бар ма ақыры оның шетіне шығып кеткен соншама жасы 40-та келіп қалған сарыған бәйбіше сесінің келген шешесіне телефон соғып мама сен білесің ба қайдан болып шығарып баланың кішкентай баланы қай жылдан естіген болады сенің ағайының оны ойнап салып жүрген қайсысымен қашан баланы енді ол ақылды қылмайды болмаса мен мысалы қай жерден бір жүрдім кішкентай болғанша жаңағы үші болып үйде 10 адамның 9-шысың сондықтан қара жұмыстың бәрі сен саладан жерден бірақ сен травма алып таяжып қалудың орнына керісінше арлыққа кетіп бара жатырсың соған қарап сіздер өтірік айтып жүреді деп ойлаймын сондықтан енді бұл кісі керек тағынан анадан оппонент ретінде ұсынады жоғылаймыз біз алдымызға мақсат қояйық жоспар қояйық алдыға ұмтылайық сондықтан жоспар не қылмауымыз енді бұл да бір жақсы предприимчивый өзбек және предприимчивый деген сөзді ыңғайластық деп аударып өзінше жақсы ыңғайластық ыңғайына қарай жүрді бұл да жақсы коучтардың мотиваторлардың қолына түсіп дамып келді мен сіздерге жаңағыдай арманды үйретемін деп дамып құдай салмасын армандарын қағазға жаз деді оны суға ағыз деді ол қалай деді ақшасын Қазақстан жақсы тонап ал деді олар сөйтіп бұлардың бәрі енді Европада 30-шы жылдары 20-шы жылдары жүріп жатыр сол кезде бұларға тағы да енді бұларды екеуін жекпе-жекке шақырып 22 өзі 24-23 жасар министр бала ол бұл жігіт келеді тағын айтады ағалар дұрыс сендер өте жақсы академиялық түсіп келе жатсыңдар дұрыс шіркеуде біз де шаршадық олар өтірік айта береді жаңағыдай садақа ғой бұл жерде өтірік тартқан жалпы діни институттардың бәрінің түбінде қазақтар не үшін сендер осындай иерархия жасадыңдар дейтін болса бұл индульгенция жағынан адамдардың бәрін ақыреттік мәселелерді шешіп жүріп ақшалардың бәрін маған әкелсеңдер біз сендерге дұға болып отырамыз сендер қараңғы маған бейшаралар не істейсіңдер енді біз оқыған кітап оқитын адамдарымыз латынша оқиды болмайсың сен диктант елдің бәрін сендер ақшаға барады сондықтан бұның бәріміз көңіліміз қалғанымыз рас бірақ қазақша айтқан кезде енді біз биікке өкілеп тонымыз отқа жақпай өзіміздің ішкі дүниемізде қандай рухани қазыналар бар соны шығарайық онда бір ғылымға айналдырайық дейді бұның керек тағына ана біріншісі тұрып тағына айтты біз рахаттану үшін өмір сүреміз енді олар да жап-жас дәлелдесек 5 минутта оларға да біріншісі егер тәжірибесі болса қақпанға тез түседі мысалы осы отырғандар тұрар алматыда не үшін жиналып оқып жатсыңдар десе Фрейд айтып салады сендердің бәрінің армандарың мен білемін не үшін оқыған сөйтіп жатақханада жатқандарын дейді қазір азық болсын дейді жиналып неге десе түптің түбінде жақсы диплом алсаң жақсы оқысаң америкаға барып басқа диплом алып келсең жақсы компанияда жұмысқа тұрсаң сосын көп ақша тапсаң сосын жақсы красавица үйленіп алсаң сосын гостиницада екеуің сол жерде ойнап бір ақбөсек беріп жатсаңдар ұмытып бара жатқан мотивтерің сол жерде ұстап беріп күйеуге барсаң қаша алмай қаласың ана жерде шынымен де оқыған ақшаны көп тапқан жігіттердің сондай астротерапияға барып қалып оны соның аяқтауы Фрейд растап жіберді оның өте ойнайтын зат емес та өте сұңға сақ өзінің ішкі дүниедегі қазыналарға ие болып отыратын берік болып отырмайтын болсаң шалқаннан сурет өмірінде жұтып қояды былайша айтқанда сосын енді екінші себептарының арғы статус деп мәртебе принципі деп айтқан енді отыратын адамдар бәрі не үшін алматыға жиналып не отырып пайдалы ақпарат алғысы келеді дейді пайдалы ақпарат не үшін керек десе егер не болып сен басқа қоғамдағы адамдардың болсын ойлап артық білімге келетін болсаң ол саған статус мәртебе деп тұрады осындай жиындарда келген кезде сол қойға жиналғанда саған алдын орнына болу керек деп тұрады енді сен түсіріп кетеді
егейін. Сол үшін біз сондай жаңағы тағылым адамдардың арасында жатырып жайнап жүру үшін жан берсеңіз, ол қасықты жүрсеңдер деп ол айтылады енді. Бірақ бұл да арасында нәрсе бар, себебі сен бұның сөзін сеніп қалып солай болады кете беретін болсаң, бір күні сенің күшің қайтады, күшің сарқылады, буындарың бәрі ауырады, көзіңнің нұры таяды, түсіңнің бәрі түседі. Сенің орнына сахнаға жас, сенен де білімді, сенен де алдыңда, сенен де қарымды жігіттер шыққан кезде сен жетіле сияқтысың. Сен жас қанша көтере алмайсың. Сондықтан да арманын күйреп, қартайған кезінде шаруасы біткен, трансцендентті өмірдің мәні хикметін көздей алмай қалған талантты шалдардың бәрі қартайған кезінде жас таланттан шайнап істелетін себебі сол. Өзінен кейін келген толқынды көтере алмайды. Сол бізде советский кезде қалыптасқандар сондай. Жігіттер олай болмайды дейді. Давайте келсейік, енді реттейік мына жағдайда, сөйтіп құлтыраптарын айтады. Енді дейді, мысалға сен Фройд айтыласың ғой дейді, біздің сексуалды импульс соғыстап тұр, сен анаңды қоғамның тірегін бәрі соған апарып тіредің ғой дейді. Бірақ біз бірінші дүниежүзілік соғыста көрдік дейді, ақылдан мысалы мұндай жерде отырып естіп көрдім. Сыз өтіп кетіп, сол импотент болып қалған солдаттар бар дейді. Бірақ оны соғыстан қайтып келгеннен кейін әйелі оны сүйеді. Айтып дем дұрыс, сен импотент болып қалдың, бізге бала көруге ешқандай шанс жоқ, біз енді төсектің рахатын көрмейміз. Ничего страшного, мен сені адам ретінде болмыс ретінде бесінші жақсы көремін. Кеттік ары қарай. Бұндай Қазақстанда оқиға өте көп болды. Мына екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 45 жыл келген қаншама адамдар, еркектер, жігіттер жарамай қалды. Бірақ біздің апаларымыз тастамайды, асырап алады. Жаңағы әпкесінің баласын бауырына басады, бір бәле қылады, сөйтіп өсіп кеткен. Енді өйтетін болсаң дейді, былай Франк айтады, не үшін ол ажырасып кетпейді дейді. Енді бұнға жарамайға еркек тастап кеткеннен басқа ешқандай не жоқ. Сен әйелдің бойында онда бақытқа ұмтылып өзінің сексуальный инстинкттерін ақтың басын жию үшін үйленіп жүр ғой ол басында сен. Демек сіздің теорияңыз өтпейді. Ал енді ары бері айтады, сен статус деп айттың ғой, иә, келіспейтін жері бар. Неге қарап, мен де қазір Алматыда оқыған элита жастардың бәрі жиналып алды, жарқыраған сарай, өзінің сәулесі прожектор, неше түрлі әдемі қыз-келіншектер, монголовтар, сағатшылық суретке түсіріп отыр. Бірақ мынаның бәрі отырыстың бәрі кімнің арқасында сендер білесіңдер ме? Дәл қазір сен жерде отырған кезде мынаның арқасында бәрі бай канализация арқылы мусор шығарып отыр. Мына қоқысты шығаратын жігіттер және кетіп қалған канализацияның бәрін тазалайтын қазір сантехниктер 10 күн забастовка жасап жұмысқа шықпайтын болса, мынаның бәрі кризис болып кетеді. Ал былай қарап отырсаң, сен белді жарқырап жайнап әдемі әңгіме тыңдап отырғаның ең қоғамдағы статусы төмен, ең бас, ең сасық, ең жағымсыз жұмыс істеп отырған адамдардың үстіне отырып алып мына жерде біз гүлін жайнап француз әтірін істеп алып мына жерде май істеп отырмыз. Бәрі сәл бір түрлі. Иә? Мен сушып алайын. Аяқта диас ақылды кезінде әкеліп беріп жүр. Енді бұл келді да айтты. Реттейік деді, академиялық ғылымға сендер қатты кетіп қалыңдар. Мына біздің кішкентай кезімізде естіп өскен аталарымыздан, әжелерімізден қалған рухани әңгіме, аңыз, ертегі, мақал, бәлкем, тақпақ дегендердің бәрі қалған импульстардың астында. Сендер академиялық терминдермен мызы бәрін өтірмелей дамын. Бәрімізді тек қана жаңағы статус болайтын, кайф болайтын адамдардың армиясын жасап жатсыңдар. Сондықтан мен сендермен келіспеймін. Менің ойымша адамдар тек қана туылғаннан бастап хикмет үшін өмірдің бір мәніне мағынасына ғана ұмтылады деді. Сөйтіп енді қанша жастан басталады деген әңгіме шықты. Олай жоқ, туғаннан болады деді. Осы жерде айтыстар жүріп жатыр. Енді мысалға қараңдар, мен үйіме келемін, ол кезде 7 жасар балам, мұнан 5 жыл 2 жасар үйден астам. Келдім да үйдің салонын басып қойдым. Үлкен қызым келіп есікті ашып берді, қасында 10 жасар балам қарап тұр. 2 жасар ұлым тұрды да қолға өзін тастады, құлады, алмай құлап отыр. Маған кім тиісіп ешкім тиіскен жоқ, есік менің бұрын ашылады деп соған жылап алды. Тоқтады, тақырып сен жыламай, қазір шығып кетемін, сен ашасың. Сыртқа шығып кеттім дағы, соны қайтадан басып шырылдады. 2 жасар бала тұрмысқа ашып еді. Біздің кенжетай менің азамат болды, жігіт болды деп маған зоқалды да ені алды. Маған тағы да жағым, тағы да сондай мақтау сөз есту үшін менің телефоным ана қалып кеткен очки зарядты сұрамасам да әкеледі, қой десең қоймайды. Соны қарам, the way to meaning, эксперимент смысл. 2 жасар балалар, ол сексуальный импульс әлбісі жетілген жоқ, ол қыздарға қозбайды. Ол нәрдеме деген ұқпайды болған сен медаль, грамота, әкімнің шақырылып үйге алмайды, ол түсіп жүр ғой. Бірақ тоқтай алмайды. Сол Франкл сондай моментпен ұстайды. Көрдің бе мынаны дейді. Және осы эксперимент, осы импульс талпыныс, егер жарты жолда қандай да бір адамшы идеяға құдыққа түсіп кетіп құлайтын болса, оның фрустрациясы
раздробленность личности дейді, адам болмысын бөлшектеген деген болады. Адам қашақ шығып кетіп, өзінің қайға қарай жүретін 32-33 деген айламай қалады. Енді оны плохая замена, немесе плохая оценка, нашар альтернатива деп айтады. Ондай фрустрация болған біздегі еркектердің бәрі ондай кезде бір ағым болса, ол тоқал болды. Маған не үшін шықты? Бұны былай деп айтады. Осындай нәрсені түсіндіре бастасам, қарабайырмашылық деген болады. Банальный национализм. Ол қарабайырмашылық деген ұлтты дамытпай, ұлтты сауаттылыққа жібермей, жолын жауып ұстап берген қауіпті рухани вирустар біреу есептеледі. Ол бүкіл білім бізде бар. Біздің ата-бабамыз бәрі қырып кеткен. Бізден сөз артылмаған деп көкірегі бұра берді, академиялық білімге айналған адамдардың ата-бабасынан мирасқа қалған мынандай мол рухани мәдени қазына аяққа тапталып кетеді. Сондықтан оны академиялық білімге айландырып, ғылымға айландырып, монографиялық тез шығарып тастамайтын болса, ол көрінгеннің аузында сөйтіп жүретін адамдар өлгеннен кейін қалып кетеді. Жаңа Затаевич мақтап отыр, көрдің не үшін Затаевичтің есінде осылай болды? Себебі қазақтар бір күйші күй тартып отырса, әнші ән айтып отырса, мынаны жазып алу керек, мынаны көріп қалса, мына ән осымен бірге кетіп қалады деп ойламайды. Көп деп ойлайды. Көп ауыл өзіміздің ауылда әнші балалар деп отыра береді. Ал Затаевич ол Варшавада консерваторияда оқыған өте сұңғыл адам ғой. Біріншіден сол басталып кеткен елге қашып кетіп Россияда жүріп, сосын Қазақстанға қол артып Ақтөбеге өтпей ме? Сол кезде ән салып отырған қазақтарды көріп, ол шалқасынан түсті. Не деген мол қазына мынаны бәрін. Екінші бір сөйтіп жинағандарды көрді. Екінші бір солсы. Тек оқығанымыз 36-шы шөмер квартира заводында квартираны алсам, Қазақстанға барып күйлерді отырып кетіп алып, жетіп кетіп тұрмын. Бұл көзін қарасы. Соның бәрі мынаны байланысты. Енді бұлар айтады, абайда бар бұл сен айтып тұрған нәрсе. Кеше одан кейін талай жасқа көз жетіп бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй алғанын көрме, хикметін сезді. Не қыз қой өмірде онан басқа. Шынымен өмірде абай айтып сен Фройд сен ауызынша арды сен іштей қатты кете берме. Өмірде хикмет іздегеннен басқа қызық жоқ. Бірақ ол хикмет қайда қалай жасып оқу болу керек қой айтып жатыр. Ал екіншісі мәнді болды. Шәкәрдің оңларында кейіп залы болды сөттарына, ол батыстағы болып отырған әңгімелердің құлақтар, журналдардың бәрін оқып отырған жерде. Сөттарын көрдің бе, жаралыс басы қозғалыс қозғалу қолдалыс. Жандемейін көрмейді, сол болатын қолданыс. Әлемді сол мән жаратқан. Қозғалмаса көшпейді, көшпеген нәрсе өспейді, өспеген нәрсе өзгермес, түрден отырып өспейді, әлемді түрде таратқан деп ол да шықты ән жерден. Былайша айтқанда бізде қазақ халқын шынымен де бір жағдай дүниенің баянсыз қызығына байланып қалатын бір иірімнен алып шығып кеткен жер. Бірақ 60-та да уақытша 70 жылдың кризис болды, 89-дың өзгерген ақтарда, содан біз қолымызға қайтадан түсті. Енді бұны академиялық білімге айландырмайтын болсаң, бұл былай болады. Мынаны алып барасындағы сен діни жетекшілерге апарып берсең айтады. Біз тек қана шариғатпен отырған адамдармыз. Сен мына алып келіп отырған затың айналып кетейін. Бұл абай деген әдебиетші. Әдебиетке апарып береді. Ал әдебиетшілерге апарып берсең, біз енді көбіне мына лирикалық өлеңдермен сөздерді талдаумен айналысамыз. Мынаның ішінде алла деген сөз бар екен, хикмет деген сөз бар екен. Бұл енді скорее всего дінге қатысты. Немесе діншілерге апарып береді. Сол діншілерге апарып берсең, маллар суфимен бөле анаға апарып береді. Оларға апарып берсең, олар сектамен не пәле бар жібереді. Сондықтан бұл академиялық осылай ғылым айналмайтын болса, мына ілімнің бәрі барар жер басап талдықпай тентіреп, шашылып, төгіліп, сосын бір жерде қалады. Сосын оны не болады? Сентиментальный қыздар ғана рет шумағын жаттап алады да, отырыста бір жерде айтып жүреді. Есікті айналмай қаласың. Оның қазына аяқ асты кетті деген сөз. Сондықтан Франко ана жақта өзінің жинап алады ғой енді. Енді сен оған көз тағылып, ол сен көз қателік ете бермейсің. Анау қалай істеді, қай мақсатта жүрді, бұндай нәрселер бізде де бар еді. Мына жігіттің методын қолданамыздағын өзіміздің қазына жинап алмайсың, кете бересің. Мынау не? Фрейд пен екеуінің арасында соғысып жатыр. Фройдты фашистер тұтқынға алғаннан кейін, оны Францияның Роза деген графинесі кетті ама, бәленбай миллион маркқа дейін сатып, оның болып жүректі, соғыс басып отырғанда рақтан өтіп қалды. Сөйтті дағына Франко өліп қалғаннан кейін Фройдқа өзінің теориясын дәлелдей алмай жатыр. Не үшін? Себебі ол Фройд Франкодан 43 жас үлкен шалды ма? Оның өзі жарыс жігіт. Анау 60-тан асып кеткен өзі. Не үшін олай болды? Себебі Фройд айтты, сендердің адамдардың бәрі мәдениетті, тақуа, дінге сенетін, философ деп жүрсің ғой, өтірік оның бәрі. Неге десе, бұның бәрі сол сөздің қысылман ұшырағаннан кейін қалыптасқан нәрсе. Негізі бұның түбінде суперэго, оның ортасында эго жатыр. Эго қуатын болсаң ит деген нәрсе жатыр. Ит деген ол бүкіл мына жағдай
рахатта көз батып жатыр ретінде боксылықтың мәканы ол қара балшықтың бөлек деп айтты. Мына отырған адамдар бәрі мәдениет болып отыр ғой дейді. Қазір адамдардың бәрі тамақ қойып, 10 күн тамақ қойып болатын болсақ, мына бір жейді көресің. Мына бәрі крыса деп айтқан. Енді сен Франк айтады, обычно эмпирика деген бар еді, оны бір нәрсені дәлелдеу үшін ақ тышқанды сен кроликті шешеңше сатып қоясың, соның ішінде қол салып отырасың да бәрі толық қарай оңайдан кейін оның нәтиже шығады, сен рекорд запись жасап отырасың, сонда толық жасасын айтасың. Енді Фройдтың идеясын талқылау үшін сен адамдарды тышқан сияқты жерге қамап аштықты қинай алмайсың, келді Фройдты сайтынан өтірік айта алмайды. Істей алмайсың мысалы. Енді Құдайдың құдіретіне қарасаңшы, 42-ші жыл үйіне Америка изоляторға дейін бармай қалыпта қалып қойып, 42-ші жылы ұстап алған Дахауға аяқтап жіберіп, оны тағы бөліне аяқтап жіберіп, 3-4 бар мен домалап жүріп, ақылымда ол ең опасный, ең оңбаған, қауіпті Освенцимдағы газбен тұншықтыратын лагерьдің бір ашты. Сол жерге барған кезде сен де өздерің көрген көзбен көріп отырсыңдар. Мына бейшаралар бәрін қамады. Енді мыналар крыса сияқты бірін-бірін тірідей жей ма? Вот, пожалуйста, енді эмпирика алды, бақылайды, запистерін жасайды. Нарыс көретін жерге келді. Енді мына суретке қараңдар, ең астында. Мына сурет алдында екі жігіттің жаңағыдай қаттайтып қалған жерлерімен талқыланып жүр. Енді қарапайым сұрақ, ана жігіт өлейін деп отыр, мен скорее всего жігіт өліп қалды деп ойлаймын. Соңғы сағаттарға қалған туысқаным, танысым, досым арқасынан асылған тұр. Мына жерде қандай рахат кайф болуы мүмкін. Мысалы ол грусту өлейін деп отқан адам арқылы алған. Және ол көзбен көрдім деп айтады Франк. Бізге күніге тамақ ішуге спичканың коробкасындай жаңа нан беріп, сухарик, соны қатырамыздан бірден жеп қоймас үшін ұсақ кубиктерге бөлесің да, шалбардың қалталарына қуыс-қуыс тігесін лақтырып тастайсың да, кішкентай титтей ғана бір ұнтағын тіліңнің астына тастайсың да, соны солай кешке дейін жеткізу керексің. Бірден жеп қойсаң, күшің таусылады. Мынандай адамдар өліп бара жатқан кезінде шалбардың қуысына тығып тастадым деймін, соны кубик жаңағыдай сухарик нандарын алып та достың таңдайына тастайды. Енді бір жерде мына пісіріп жеп қоймайды мысалы, мына лақтырып тастамайды мысалы, мына жерде каннибализм іске қосылып кетіп дейді ғой, мына өлейін деп жатыр пісіріп жейді деген сияқты келмейді. Екіншісі статус. Ана арқалап алған адам осыны арқалап жүрсе мен әкім шақырып береді, маған грант береді, гестапомен мақтайды деп мысалға статус болуы мүмкін ғой мысалға. Өрді статус түгіл тастақада жоқ, өте мәртебе жоқ. Ол сен анау керісінше ана ажақтағы басқа біреулер айтуы мүмкін, бұны шаруасы бітті, болып тастайса ол енді өлі болып жүреді. Мына бір ғана фотоның өзі жалғыз енді уже Франкқа келеді. Мен айттым ғой сендерге, адам хикмет үшін бір мәнді мағыналы заттар ұмытылады. Даже бәрін алып тамақ бермей, бәрін жеп тамақ қойсын, бір пісіріп жемейді. Екінші бір ауыл адамдар арқалап кете береді. Сондықтан сіздер өздеріңіз білесіздер, Фейсбукта көкейіп ақпарат жүр. Цивилизация қашан басталды десе, ол бәлембай миллион жыл бұрын өлген адамның жанбасын қалап отыр. Сөйтіп мына жанбасы сынған дейін бұл біреуге демдеген сүйреп жүрген сол наравный цивилизацияда Homo sapiens'ің басынан басталып бәлембай мыжылды деп айтатын себеп. Яғни адам болу деген сөз біреудің қанын жеу, біреудің қанын жеген кезде міндетті түрде трансценденттік мәні бар, осыған мәңгілік болмыс сипатын сыйға тартады деген философия жатыр. Енді оған діншілдер өздерінің позициясымен береді, басқалар философиясымен береді. Жарайды, кім қалай берсе, олай берсін, ең басты ұмытсам болды сондай бір ғайыпты сипатта. Қоғамда жақып бір сүйреп кететін бір идеяға шатылсаң жетіп жүр. Кеттік енді. Мына жігітті айтты, мұны ешқандай статус жоқ, ешқандай кайф жоқ, мынаның бәрі азап, бірақ бұл өзінің көрген азабынан бір мән алып, солар бұның жүрегі жуанып тұр. Енді мынаны өзі тоқалақтырған тұтқындар дейді. Енді тұрттағын Русскийде енді өткенде кітапқа келесіздер. Не үшін 60-шы, 70-шы, 80-шы, 90-шы жыл өмір сүрген адамдардың бәрі мектепте жүргенде өзін-өзі асылып жүрген аты-жөнін жасатып көрмейді, естімейді, жүре беретіндерін 2005 жылдан бастап бұрқылтап алды. Сөйтті Қазақстанда оны тоқтата алмайды. Анда жүргізіп, мұнда жүргізіп, ментор, психолог, бай санасын неше штатқа шықты. Қалай күресіп жатыр, ешқандай нәтиже бермейді. Бұл тұрса оқымай айта салды. Адам дегендері сыртқы соқпа өлмейді, ішкі бостықпа өлмейді. Сендерді кішкентай кездері болмаса балаларға қарасаңызшы, бір елдің көкірегінен баяғы классикалық жолдан келе жатқан рухани құндылықтар құймай береді. Бәрінің ескіліктің табылды, апалардың әңгімесі, аталардың әңгімесі, бұларда рационализм жоқ, эмпирика жоқ. Бұлар жаңағы апамыз сауатсыз кезде медресе оқыған, сол медреседегі үйленіп алғандардың осыны баққа құяды. Біздің апамыздың апаны тыңдамайды, Битлз тыңдамайды, Бонини тыңдамайды деп аналардың құндылықтарын бәрін шығарып жібереді. Сол кезде соңғы 30 жылда пайда болған
жаңа буынның бәрі экстенсив вакуум деген бәлеге яғни узкий билет болды енді мұнай түрмеге бәрі түсті кім тірі қалады деген әңгіме көлденең қойып тұр бәрі тұрған кезде бәрінің ойынан бірінші назар қорық тартып күніге таяқ жеп сол сияқты жұмыс істегенде бір мән бар ма жоқ па егер мән жоқ болатын болса зачем жұмыс істейді бұлар тегін оны білмейміз ғой сондықтан мына сынға асылып қалған адамдар бәрі олар бәлек қаны деген кім өлді қандай адам өлді қалай өлді сол бәрі мына өзін өзі неде издевательство фашистер айтады егер кімде-кім сынға өзін лақтырып өлетін болса неше кеткенге дейді кедергі келтіргенге өле адам өле берсін бірақ біреу кедергі келетін болса оны аямаймыз сондықтан сапта келе жатқан кезде біреу тұрады бұл мен ары қарай өмірдің мәні жоқ дейді саптан шығарттан тоққа барып лақтырып высоко бұрылып өле түседі енді өлген адамдар қарап отырып кімдер кетіп қалды мына жерде бағана әлдері жақсы айтты еңбектен бөлек деп сол еңбектенгенді жек көретін бір мамандықты меңгеріп соны жайлап азабына шыдап ұзақ уақыттан кейін барып табысқа шығатын саланы жек көретін жас кезінде бір байып кеткісі келеді әсіресе тамбақта отыратындар атын сататындар сосын не бар ма нотариус сондай білесің бе түкке тұрмайтын әшейін барып маған мынандай доверие жазып берші сен дайын тұрған қағаз бланкында қол қойсын мен 8 теңге төлеуден жылап жүрсің бе сен істеген жоқсың ғой деп сондай былайша айтқанда негізі есі дұрыс адам мемлекет ақшаны кімге төлеу ақшаны негізі ғалымдарға төлеу себебі ең қиын нәрсе ғылым игеру ол құдай санасын оның ішінде ең жоғары айлық мектептің директорларына мектептің завучтарына төлеу өйткені бүкіл қоғам салма соларға түскен ал бізде ең аз айлықты аналарға төлейді бірақ түсінбейсің ол келер 100 миллион көп құбайсың не үшін төлейтін мысалы өте сондай бір қарама-қайшы мына жерде мына отырған адамдардың бәрі адамдарын тексереді енді кімдер тірі қалып жатыр деген кезінде рухани әлемі бай көп кітап оқыған мынандай бір мифтықтағы несі magic thinking дейді ғой воображение қиялы өте қатты дамығанда бұл жерде тұқымы өтіп кете береді себебі self consciousness өзінің барлығын саналы түрде сезіп тұру самосознание деп айтады ол қалай болады деген кезде адам өзінің бар екенін саналы түрде болмыс тіршілік есі екенін біліп тұрады қалай біліп тұрады деген кезде аюлының айырмашылығы қиял арқылы ғана дейді қиялда басқа дүниелердің қабаттап неше түрлі аңыз ертеңдер кейіпкерлердің кіріп кетіп болса еріксіз жердің астына түсіп кетіп басқа кейіпкерлердің жоғалып сөйлесіп жүретін болса ана сыртта не болып жатқанын байқамайтын жүре береді сондықтан да баяғы біздің аңызда ертегі той болған жыртында болған аталарымыздың не 32-де өлтіре алмайды не 40-шы өлтіре алмайсың не хрущев мынаны жеп кете береді 80-ші горбачев 85-ші жылдан есіне түсіп барды құдай санасы соны басқа бәрі жоғалып кетті олар дорба арқылы бәрі пойызға шығып кетті соның бәріне біреу өлген де жоқ іштен келіп жатқан жоқ енді астыртын заман басталды ішкеннің алдында ішпегеннің артында қара алматыдағы үйлерде иттің басында ит өліп жатыр мысалы сондай жағдайда баласын барсаң таяқпен түртіп қалсаң кетеді мысалы кеше ғана жолда балалар айтып келе жатыр 23 рұқсат интернет жоқ жерге барып кіріп кетпедім дейді бір сағат отыра алмадым дейді туысқандарым миын жеп қойды мені қалаға апарып интернет игроватқан қалып кіреді тоқташы өзіміз пәлен жыл туысқанымыздың үйіне зорға келген әңгімелесейік сөйлесейік деп отыр 23 рұқсат бола қалды аха интернет жерге апармайсыңдар ғой мен ондай нәрсені жатып сол арқылы ана жерде ақыры құртма деп баян салып және интернет сұрайтын туысқанмен тастап көрдім ел аман жүріп тыныш алматының қақ ортасында әшейін интернет ұстамайды мынандай тауарлар сәл шығып кеткен мынандай дачный неге қарай сол жерде бір сағат отырған ойын естісе ал енді ол қазақстанда 2023 жылы сатырақ оқыған азамат мына жерде айтесің сондықтан мына жерде көріп отырғандар ұстап отырғандарын жүргізе береді енді sleeping culture деген мәдени культура ол не деген кезде мынандай уже кішкентай кезіндегі батырлар жыры мұң зарлық жарқыз көз өркеш баян сұлу шахмара дейсің ба ана деймісің ана үңгірдей болып қалатын сондай оқығандардың бәрі адам өліп жатыр қан төгіліп жатыр асып жатыр страшный картиналар болады ғой соның бәрі психикасына қатты әсер етіп ауытқып кетпес үшін культурный ештеңе түспейді сондықтан жұмыста жүрген кезінде сол кейіпкермен сөйлесе ана жердің астына түсіп кетіп
ертесі түсіп, соның астында біреуден алысып, жосып жүреді. 45-ші жыл болған кезде, бұл Свобода, Красный Америка, назад и тоже деген кезде есім бірақ жілесін. Сондай ішкі дүниесіне түскен кезде сөйлеп жүретін, сен диалог қылатын ішінде сондай бір мифтік образда болмайтын болса, до свидания. Уже саған приговор шықты деген сөз. Бір күні орны тұрмай телевизия шегіп жұмысқа шықта берді, ол сондықтан бұл вкус-көйле деген сіздер ойлап қалмаңыздар, әшін отырғанда ойда бұра өрі деген бәрі эмпирикамен шыққан нәрсе, яғни көзбен көріп, қолмен ұстайтын оқиғалар араласып кеткен. Сондықтан кімнің айтатын себебі сол, Франклин, менен кейін әйселдерді мен сияқты алып шықпайды деп, неге десе? Енді мен сияқты асылысында кім қалмайды сендер дейді. Мен асылысында болдым ғой деп сен түрмеге салмайсың мынандай нәрсеге. Бірақ себеппен негізі, мынау біздердің қазіргі әсіресе оқу орындарындағы тәрбие жөніндегі директорлардың, завучлардың шақыратын жері осы. Яғни, барлық нәрсенің себебін табамыз дейді. Ойбайнағы ажырасу керек еді, ойбайнағы анау керек еді, ойбайнағы өзін тастайтын керек еді, мынау өзін жаңағыдай қол жұмсайтын керек еді деген себебін іздейді. Әкесі қатып сөйлеген, мұғалім қатып сөйлеген, анауға мораль оқыған, даже қызды қызбен павлодар бір мұғалім маған билеп соқты. Сен білесің, қазір балалардың өзіне қол жұмсайтын нәрсе деген не yapıyorsun? Олар диканмен жетсін. Солай диканмен жетсін. Олар түніне соққыда оқырып қалған, сіз ұйқы сұрамайды, азыр ұйқы сұрамағаннан кейін аппетит жоқ, оған дұрыс тамақ ішпегеннен витамин жетіспегеннен көріп қалады дейді. Егер олай дейтін десе, оны 32-ші жыл қазақтардың бәрі түсіп біледі. Страшно ғой солай, 41-ші тойып тамақ ішпеген. Витамин жетіспеген. Ал енді керісінше біздің заманда витамин үшін болды. Кәдімгі жоққаны хабарынан оқыр. Батшесін бар, батшесін жетіп. Ерсақтай білсе. Шашқанға, ерсақтай шүріп. Мен шашқын ағадан маған қандай басып өлесің. Айтып деген не ол. Ойып бастайтын болсаң, мәңгі жасып керек бересің да, қатыққа дайындығына тоғысты көріп боласың. Сонда мен шашқын ағалы өлем негізінде. Әйелдерге ештеңе не алмаймын, бірақ еркектерге оны жөн не емес. Ал мынау сол ашылған себеп сол. Мұны субъективті негіздеп айтады, субъективті основа. Бұл не деп отқан кезінде әлемнің бәрі вкус-көйледен шығып жатыр. Сен түтінде адамның ішкі дүниесіндегі болмысын ядросында тұратын рухани құндылық жинайтын хикмет сандры жаңағы іштегі шығарса, сөйтіп хаттың сәулесі жұрттың көзі ашылса адамзаттың хикмет кеудесі дейді ма? Сол хикмет кеудесін сенде бір мәнді мағыналы әңгіме салған жоқсың. Өздерінің үйлерін оларға қарай беріңдер, санамасын үйреткен жоқсың, тақпақ үйреткен жоқсың, әділ айтқан жоқсың, оның бәрі ескіліктің қалды қазақша тәрбие түрлі пайдаласы. Сөйтті дағы мына кішкентай болған интеллектті өсіреттегі өтірік рекламасы болып тұрған ойыншықта толы және ойбайынан әрі түлсін бүйтіп болады, бүйтіп сөйтіп болады, түкте жүргіздің бәрі. Бәрі өтіріксің. Рекламаның күшімен өтеуі ойбай балам бүйтіп жүреді, балам бүйтіп. Ештеңе десте ал. Сенің балаң Құдайдан келген тәңірлік болмыс, оның ішкі дүниесіне мәнді мағыналы әңгіме ғана әсер етеді. Оны өтпейді сенің мынаны қолдан жасап алған заттардың бәрі. Сөйтіп құрды ғой мыналардың бәрі, ғылымның күшімен прогресс қылдырамыз деп қақпанға түсті. Сонымен міне бізде келдік сол жерге. Мына әйел не істеп жатыр? Бұл бүйтіп жатыр. Мына әйел жылап жатыр ғой, соны айтады, мына әйел неғып жылап жатыр десе, себебін тапқа десек, себебін оңғамай тауып алады. Пияз туралы да пияздың құрамында бөлек деген латынша жаңағыдай витамин бар, сол молекулалар шығып, көзге құраптарын, сол реакция беретін көзбен толтырып жасап отыр. Әдетте дұрыс. Енді екінші жағдайда мына әйелдің допустим осыдан бір апта бұрын күйеуі ДТП-ға түсіп қайтыс болды, 4 баласының жесір қалды. Енді күйеуінің жетісінде тұрлап пияз турап отыр, енді жылап отыр. Енді не үшін жылап отыр десе, арында шақсы керек. Күйеуі өлгесін жылап отыр дейін десе, пияз әсер етпей ме дейді? Иә, пияз да бар. Пиязға жылап отыр, қазаннан. Сондықтан тұраптағын айтады. Көрдіңдер ме? Себеп деген биологиялық болады, негіз деген психологиялық болады. Сондықтан екеуіне шықсы кетеді бірнеше жерде. Сонда сен ішкі дүниеңдегі болып жатқан қайғы қасіретпенен пияз екеуі шатсатқан көзбен жасатқан кезде сен оның қайғысы болғандықтан жылап жатыр деген акцент қоймайсың, пияз болып отырсың. Сондықтан біздегілердің бәрінің себебінің күресе беріп тағын ұстай алмайды, ешқандай проблема шеше алмайды. Жылдан ажырасып өсіп барады. Биыл уже Қазақстан разводтан әлемдік біріншілікке шықты деп айтып жарияланды. Ал енді суицидтан жастар арасындағы 3-4-ші өсуі араласып жатыр. Не үшін солай болады деген мынау айтады. Қараса сен себебінен алысып кеттің ғой мына жерде. Ол негізге қараса. Ал негіз деген кезде сен хикметке қарай кетуің керек. Тәрбиеге. Ол енді жаңағы енді өсіп қалған әбден айтты. Қазақтың тәрбиесі осылай дейді. Так, мына экстенсив бағытының невроз дейді. Ол қарашы қалай айтып отырмын. Айтып отырды,
айуанға кетті, суицид жасамайды. Себебі тіршіліктің қайнап көзі қайда екенін, тіршілік қайда жүріп жатқанын жанын жануарға оның инстинкті айтып тұрады, автоматты түрде жүріп кете береді. Ал адамға тіршіліктің негізі қайда көзі қайда екенін инстинкт айтпайды, сен жануардан бөлексің. Бұрын традиция айтып отыратын апаларымыздың әңгімесі. Оның бәрі өлді, Европада өлді, бізде де өліп жатыр, азығы сан. Сондықтан енді қай жаққа қарап қимылдау керек екенін білмейді. Көрдің бе? Екіншіден қазір салт дәстүрге мынаны істеуге тиіссің деп бұрынғыда міндетті айқындап бермейді. көбі кейіннің дәстүрге ескінің сатын шығарып тұрады. Соның кесірінен кейбірі өмірлеп адасады. Бұның өзі біздегі киімнің жоғалуы, өмірдің мәніндегі өмірдің қызығын болжап тұратын киелі салттардың бәрін жойып екі түрлі жолмен алсақ, қазір үшеуі кетті ғой. Біреуі академиктер соққы берді, олар нигилистер дейді. Яғни сен соған істеп жүрсің, ғылымын дәлелдеп тастады, ол бұл жерде істеуге жоқ деген сияқты. Екіншісі діни радикализм. Қазақтың салтында ешқандай да киіз жоқ. Діннің ішіне араласып кеткен басқа элементтерде беташар талқандады, жеңшелік талқандады, әуелі басынан құланып зияратты, бәрі талқандап бара жатқан. Енді шектен түркістандағы жылаған атаның басына барып, мен қазір видео түсіріп көрсетемін сендерге, мынаның ішінде ешқандай да құланып осы уақытта барсың істеймін. Сол жерде жергілікті мыңдаған өмірден түгілген адамдарға сол жерде бір кие сезімін аңсап береді. Сен Ницше Элиаданы бар ғой, священный светский деген кітабы бар, француз соны барып оқып көрші. Ана кітапты оқитын болсаң, аспан мен жердің шабысқан жерін бүкіл халық жаңағыдай құдайдың тұтылуларын нүктені іздеп тапқанша тыныштық таппайды деп бастайды. Ананы оқысаң миыңнан айналып жібереді. Онда Қазақстан деген нағыз киелі деген осы. Қайтесің енді? Сондай оқулар оқылмайды, сондай кітаптар аударылмайды, қызықпайды. Енді бәрі жаңағыдай арзан тез суды жіберетін дінге қарай секіре береді, талқандай береді, ақырында бәрін бірінші жасайды. Енді бір жігіт болып, қыз болып, үлкен журналистің асқаннан кейін өзінше өмірінің маңызды бір тарапқа бұрайын десең, саған жолды көрсетіп тұратын ешқандай нәрсе қалдырмаған. Мына жағын ғылым талқандап келе жатыр. Оның ішінде мысалы қызық. Жылаған атаға барады, Түркістанда. Неге? Қашықтан бастап, шелекті бастап су алады, сол біреуге су шығады, біреуге су шықпайды, бензин су шығады, қуанады. 2000 астында түр жоқ, анауының әңгіме жүріп жатыр, мысалы, оның ішінде. 2008-шіне басып, бір жігіттер айтты, астынан су тазалайын шелекке. Мен қызық көрмедім, мен де түсіп көрейінші, 4-5 шек түспей бар екен. Жарайды, түссем түспеді. Ең 20 сантиметр болады, сымды тастаған, мысалы. Сөйтсем өзі қан осыға дәруіш бар екен, сөйтші. Талдың ішіндағы қызық көрші, үйленіп сол тазалайды жылдай қасына көмекші алуға. Мен де түсем дедім. Анам тереңдік 13-14 метр түсініп қаласың. Соған аяғын бір аяғын ғана қоясың, түстік, астына түссек, мынандай ортасы мынандай сәл биік төбешік көріп жатыр, қалап жер. Түскен жағында сол жағында бұрышында енді 1,5 метр болатын бұлақ ағып отыр, тереңдік 50 сантиметр. Үңгірдің сол жағын айналып келеді, қабыр болып жоқ. Фонарьтер жағылып, оның ішінде сынған шелектер жата беріп таппасып кеткен ғой, ана жерде 500-600 шелек шығарған мысалға. Сонда енді шелек отырған тас етіп түсіп тұрады ма, бұл 3 метр, 4 метр ондай деген өзіме қарай ол домалау кетті ғой. Домалау сол суды түскеннің өзін жоғарылағанда тартаған кезде қалай оған топырақ араласпайды, қалай ол су төгіліп қалмайды, түсініксіз. Ал енді мистика мысалы. Енді сол адамдар қайтып байланысқысы келеді, ішкі дүниесінде байытқысы келеді, әлдеқандай бар ана жерге. Бір радикал оңбаған отырып алып ана жерде бәрін талқандап отырған астына тұрып жүрген астына. Нең бар олар? Адам соны көбейте алмайды ғой бұл жерде өзі. Көрдім, бай километр жерден Атыраудан келіп жатыр, Оралдан келіп жатыр, Павлодардан келіп жатыр. Соншама дүниені аңсап келіп, ана жерге келсе біреу оңбаған отырып отыр, бәрін бірінші шығарып. Көрдіңіздер ма? Сондықтан субъективті негіз деген нәрсені ойлап қойды. Мынаның ішінің бәрі осындай сакральды ұғымдармен, киелі ұғымдармен тұрады. Оны бәрін талқандай беретін болсаң, жаңағыдай ғылым үшін бірді шығарасың. Жаңағыдай түсініксіз проблемалармен айналысасың. Қарсы адамды ажырасатын кезде не үшін ажырасасың десең, әлбетте ешқандай себеп жоқ. Әйел әдемі, сұлу, жақсы үйден шыққан, үй, жай, квартира бәрі. Просто так әйелді тастайды да, кетіп қалсын. Ал түсіндіріп көрейін сен. Так, енді мынаны не дейді? Болмыстың бірлігін қалай табамыз дейді. Енді мынаңызды мынау қалай нәрсеге акцент жасап келе жатыр. Осының бәрі қайдан басталып отыр деген кезде осы нәрсенің бәрін іздейтін, сұрайтын адамның ішкі дүниесіндегі болмыстың ішінде аналар деген ішінде бұл ар-ұят деген нәрсеге акцент қойып отыр.
болмыстың бірлігін қалай табамыз деген барлық адамның бірігіп кетуі мүмкін ба деген сөз шықты бұл жерде. Ол мынандай болды. Мысалы сіз шетелге шықтыңыз. Шетелге шықпай ақ қойшы, Қазақстанда жүресіз. Осы Алматыда жүрсің, сен Алматыда жүрген кезінде группаға түсесің. Группаға түсіп, сен 4 жыл 5 жыл бітіріп шығам дегенше, курстағы адамдардың бәрін танысып, бәрін бірігіп кету деген өте қиын шаруа. Сен университет бітіріп, диплом аламын дегенше, достарын іріктеп, ең соңында саған сөзге беріп, уәдесінде тұратын, сен үшін жаңа шетін санау болған адамдар бағыттағаны, мынандай сен атағын ақшаны көрген кезде қасың жекпеп, абыройдан тұса түскен кезде фырқырып қашып кететін адамдардан уже сен қаша бастайсың. Енді мынау соны айтып жатыр. Бұны енді қалай түсіндіруге болады? Мына адамдардың бәрін біріктіріп, барлық адаммен тіл табыса алатындай бір жағдай жасауға бола ма десе, Франклин айтып отырған, иә болады дейді. Ол не десе, бұл 20-шы ғасырда ұғым ретінде жойылуға айналған, оны қолданысып қарсы айтып тұрған сияқты жағдайға дейін жеткен, бірақ онтологиялық тұрғыда болмыс ретінде барлық Франклин есептеген, бірақ біз жоқ деп есептейтін, бұл ар-ұят деген нәрсе. Бұл адамдар тек қана ар-ұяттың маңайында ғана жүреді. Не болса ар-ұят деген нәрсені зерттеп, соған акцент қоя беретін болсақ, сол орнына тұзақтан шығамыздағы басымыз бірігіп, біздің басымыз тұманданып жүрген, сырттан тағылған реклама, оқу, тоқу, діни уағыздар, не бар, ана коуч-моучтар тыртыстаған жаңа қызылшысы ашып деген бәрін тастайтын нәрсе, ол тек жүректің түбінде жатқан ешқандай ықпалға ұшырамайтын ол ар-ұяттың. Енді жақсы, мақұл, бұны сіздер түсінесіздер. Сіздер интеллект бар, оқып жатсыздар, философия барасыздар, YouTube көресіздер, неше тіл білесіздер. Енді маған ұрпақ қалыптасты. Кішкентай бала өсіп келе жатыр. Енді кішкентай балаға барлық адамзат бір айналып кетейін бала. Біреуге шұқушы болма, барлық адамзатқа сен жүрегіңде симпатияң болсын. Егер бір адамға телевизордан көрсетіп отырған кезде бір адамға сен жүрегің ауырмайтын болса, Құдай ақсын адам емес, аймансың деп айтатын сөздер үйретіп алсын. Енді осы кішкентай балаға қалай сыйлауға болады деген сұрақ шығады. Не істейміз енді? Ол есейіп 30-35-ке барып сен әртүрлі идеяларға шақырып біткен кезде миыңға мұсырға толған кезде айтудың қиын ғой мысалы. Кішкентай кезде не істейміз деп. Бұны қазақша тәрбиемен 5 минутта алып шығасыздар. Қорқатын түгі де жоқ. Ол арасындағы мен енді айттай адамдар, осы әкеліп барғансың, 3-4 шет тілін білесің, академияны білім алғансың, сөйтіп тұрасың дағы кейде баяғы шаруа түсіп пістеп кетесің дейді. Мен не істеймін мынандай күрделі нәрсені түсіндіре алмайсың, бұл символмен түсіндіру керек. Сондықтан бұл символмен түсіндіресің балаға. Мына дейді, адам атам дейді, менен кейін жерде халифа болсын деп, Құдай тағала құдіретімен жасап қойды дейді. Адам ата айтты дейді, мен ұрпағымды көрсем бола ма? Әулиеден қиямет кешенге де болады деді, белгілі ұрпағымды көз шаш жүрді, көп мәселенің толтырып жүрді. Сол ұрпағым көптігіне қарап, сүйсініп тұрып бір кезде бір нәрсені байқап көрді дейді. Мен бір нәрсені түсінбей тұрмын деп айтты дейді, Раббым деп, айтады. Мыналардың әрқайсының діні бөлек, тілі бөлек, салты бөлек, әрқайсысы әртүрлі ма деп айтты. Болса бола берсін деп. Ертең сонда сен біліміңді қалай ортақ тіл табысып, қалай отырып болады, дастарханның басына қалай кетпеймін мыналар деп айтты. Сен уайымдама, мен шебер Аллахым деп айтты. Мен бұлардың бәрінің рухын жеп болмысын жаратқан кезде бәрінің түп негіздеріне ар-ұяттың дәнегін егіп тастады. Бұлар келіп дүниеге барғаннан кейін қандай отырды туып өсіп шықса шыға берсін. Жүрегінің түбінде жатқан ар-ұяттың әміріне құлақ асатын болса, бұлар бәрі адамзаттың бірлігіне қайтып келеді тағынан, ешкімнің ұрыспай таласпай кете береді деп түсіндіреді. Қарап қалай әдемі түсіндірді маған. Енді кеттік ары қарай. Мына Фрейдтің идеясы не нәрсе? Бұл жаңағы ар-ұят деп айтты. Фройд келді айтты, қалай деді, мен білемін сендер деді. Ар-ұят қалғанымен бастайсыңдар да жіктеп алып келіп, сосын бұны Құдай орнына тірейсіңдер дағына, дінді қайтын алып келіп, адамдар қайтын діншілдікке айналдырып, сосын байсың ақтайтып отырмақшысыңдар ғой. Мен сендерге ондай рұқсат бермеппін да, дейді дағын айтады. Менің үйде итім бар дейді, Фрейд бар. Иә, менің итім дейді, кілемді кішіріп қойған кезінде кішілер етін дейді. Мен үйге келген кезінде ұялғаннан қысылып, диванның астына кіріп кетеді да шықпай жатады. Міне, сенің айтып отырған ар-ұятың менің итімде де бар деп айтқан бұл контролымыз ретінде. Енді ол қалай сындырасың? Алып қақпанға түстім. Сен ар-ұяттан айтып келе жатырсың, адамдар ғана болды. Фрейд айтты, мен саған итін көрсетіп, итін көрсетіп, аузымды құмдайып та отырып та қалды. Қорқатын түк те жоқ, қазір оны тағы көрсіңдер. Мынау ар-ұяттың айнасы, ол мынандай болады. Мына Бауыржан Момышұлы. Сіздер бұны түсіну үшін Бауыржан Момышұлының жайлы жазған көп кітаптардың ішінен Зейнеп Ахметованың жазған «Шуақты күндер» деген кітабын оқысаңыздар ғой, мынаны оп-оңай түсініп аласыздар.
ол не? Анау Франклин оған толтырамын сөйтіп қойыңдаршы айналайын сендер мына сенің итің дейді. Тыңдап қалай толтырамын қалай күшті сенің итің дейді. Ана кішет болғаннан кейін сен ана диванның астына барып тығылды деп тұрсың ғой дейді. Ол сондай жағдайда жету үшін дейді. Оны сен кезінде қалай сабағансың дейді. Анау зоопарктегілер қарасың сен маймылдар, саймылдар, айылдар, мотоцикл айналып жүріп неше түрлі нәрселерді істеп жатыр. Сен соның бәрі ақылмен ар-ұятпен істеп жатыр деп отырсың ғой. Сендер мына жан-жануардың правосы болғандардың, анималистардың закулисі, аналардың маймылдарды, тілдерді, арыстандарды, түлкілерді қалай басына қойып салып, үйретіп отқан, режиссер жасап отқандарын көріп келіңіздер, жасыр камерамен түсіп алған. Ана маймыл бейшара фақат бір трюкті үйренгенше басынан шығып келіп тұрған кезде жолбарыстарыңды, аюларыңды ана қант береді тағынып, істетпесе қамшыны ұрып, тағы қант береді, істемесе ұрып, қантпен қамшыны ұра беріп, аштан қатырып, ақырында ана бейшара сол трюкті істейді, істегеннен кейін барып қарын тойдырады. Все, ол бір режиссер өтті, ол үйренді, енді ары кетеді. Сол тұрапты айтады, адамның ар ұяты бір нәрседен қорқып істемейді, және бір нәрсе дәметпейді. Ол тек қана өзінің бір трансцендентті әлемде ғайыпта тұрған бір өзіне есеп алатын мән беріп тұрып, барып тұра беретін болмыстың алдында жауапты екенін сезінеді. Сондықтан да ол сондай рискке кіре береді. Сондықтан сен өзіңнің итіңді адаммен салыстырмайды. Сенің итің қант пен таяқтан ол екеуінің ортасында тәрбиелеп шыққан жануар. Ал мынау момышұлы немене болып қойды? Момышұлы сіздер білесіздер, ешқашан бұл батырататын алмаған адам өліп қалғаннан кейін 90-шы Горбачевтың кезінде ерген. Бұған қалай келген адамдар? Тәшенов деген бұған Сайлауда батырдан атаны алып барып бармаған жері жоқ. Сонда момышұлы айтқан жауап: жігіттер қойыңдар. Менің ар-ұятыма ауыр нәрсе. Сендер какой үкіметтің бежен медаль тағу үшін Сайлауда батыр атану үшін соғысқан сияқты жасап жатсыңдар. Бұл менің қорлық көзімдер сендер болды, ондай нәрсе істемесеңдер. Маған атақтардың керегі жоқ, осы болды, астарында полковник жүре береді, халқының берген батыр деген атады, жеке естемесіз, мен қуанысында жүре береді. Сондықтан бізде егер жастардың арасындағы қайтадан ар-ұят феноменін көтеремін дейтін адамдар болатын болса, онда сіздерге әсіресе тәрбие жұмысымен айналысатындарға Бауыржан Момышұлының ар-ұят мәселесіндегі қабылдаған шешімдерін бәрін оқуға сіңіруге тура келеді. Соның ішінде біреуі жуақты күндерде. Естеріңде ме бір жерде мен қайын інім бар еді, Камал Паша дейтін. Сол Момышұлыға атамызға келіп арба жасап беріп, сол арба дөңгелейді, соның үстіне отырып алып жазып жүрді. Бір күні арбасын әкеліп беріп, атамыз отырып алып дөңгелеп, рахат болып отырып жаза беремін деп. Бақытжан деген баласы кіріп кетті. Пай, біздің журналистер көрсе, тағы да мақала жаза береді, социалист Қазақстанның Момышұлы ауыр болса да жазып жатыр деп. Балбец, берген деді. Тіліңді кеседі, мен сені. Оңбаған не айтып тұрсың сен? Сен не сонда мен жерде отырып жұмыс істеп отқанда ана сен газеттегі журналистерге мені мақтап жатсың деп отырсың ба? Екінші осындай мен айтатын болсам, тіліңді кеседі десең деп, Бақытжан деген баласын ұрыс кетпесін басында тұрды. Көрдің, ар-ұяттың белгісі қалай көрінеді енді қоғамда, оның феномен ретінде манифестация жасаңыз қалай шығады дегеніңізде, сен Бауыржан Момышұлының басында өткен оқиғаның бұның тұрған позициясына. Ал енді қара, қазір не үшін ар-ұяттың қатты өсіп адамдар толықты жүйелейді, мысалы біздің заманда. Қарапайым нәрсе, сен бірдеңе істей бастасаң, саған ана жерде мониторинг керек болады да. Не үшін? Жұртқа көрсетіп береді, жасап отқан жұмыс болады. Насихаттау керек. Сәйкесінше жоқ енді өзінің табиғи түрде, табиғи толқынмен басқа адамдар түсіріп айту керек. Жоқ, сәке, сен қап өткенсің аяқ орта ғасырда, қазір деген бәрі мониторинг ұсталады. Енді блогерлардың бәрін ауылы сол жақсыға тосақ, акция жасап көрінген адам, лекон дұрыс жасамады, нәтижесінде не болады? Нәтижесінде қоғамдағы ар-ұят өлгесін не болады десейді. Не үшін қазіргі жастар советтің кезінде еңбегі сіңген ақсақалдар бойынша құрметтелмейді мысалға? Құрметтелмейтін бір нәрсесі бар. Жастар 80-ге, 85-ге келген, 75-ге келген сыртың кезінде жақсы еңбек еткен кісілер, мен осындай атақты әлем бар, мен әкім әлі бірден шақырған жоқ, мен әкім қалып келді, не істейсің сен? Әкім керек болса, сен үйіне керек келесі құрсын, әкім дегенде бір кетіп отқан ол 2 жыл 3 жыл сайын ауысып отқан машина функционер не жасайды. Сен оның салысқан ұлтты көтеруге отырған адамсың. Көрдің, қақпанға түсіп қалдың ба, бірдеңе дәнеттің ба,
бірдеңе жасағаннан кейін маған көрмеді ма мақтамай біз өзіңе танып ортаға шығармайын деген невроз басталды. Ұятың бекер болдың ба, Франклин айтып тұрған ол кете бер, не аласың? Қазақша не дейді? Жетектесе ұятың, жетектеде кете бер дейді. Өте жақсы, қалай айтсам. Amma мына ұят қойған қалай болады деген кезде, өмірдің бәрі қалай жоғалып деген кезде, бәрі оқыған, толқыған, бәрі жақсы, вроде барлық тарапынан келіп тұр, бірақ енді істейін десең, ештеңе істей алмайсың. Себебі ұят қана үнемі, оны приводчик дейді. Яғни сенің логикаңа бағынбайды, сенің логикаң бірдеңені есептеп, анализ жасап, дұрыс дегенге дейін ұят болады дегенді автоматты түрде көрсетіп тұрады. Сондықтан мынау бос сөз, бос әңгіме, бос күлкіде тиылған адамдардың бәрі, сосын тойып тамақ ішпейді, көп ұйықтамайтын адамдардың бәрін ұяттың қоңсы өте жақсы көрсетіп тұрады. Сондықтан да қазақтарда білесіңдер не деп айтады? 3 арсыз бар, ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз деп айтады ғой. Сол жаңағы мынандай аққы театрға барып приколдарды көре берші. Тұрсынды Қабаттың концертін бір жыл үзбей баршы, сонымен шағылып кетеді. Жалаққа күле берсең, көкірегіндегі қоңсы көрсетпей қалғандарына, сосын өле-өлгенше тек қана аққы іздеп кетеді. Бұл массовый характер алып кетуі мүмкін. Егер радио телевидение азынан кешке дейін саған осындай ойын-сауық айта беретін болса, күлдіргі. Онда сен жасың 30-35-ге келген кезде өміріңе ешқандай стратегия қолданбайсың. Даже алған білімің ұмытасың саған. Оны ақылы көзбен айтады. Анау моральда ұйықтататын дәрі жасап деген бөлімдерін бұны Франклинге өте әдемі термин жаттап алды. Орысша моральная соформа. Онымен кімдер алады? Онымен діншілер алады. Діншілер не үшін алады? Мынандай адамдардың керек етіп бастаған кезінде рухани деградациядан қорқақтаған, олар көбіне өзін сақтау үшін бір діни орталыққа қарай кетеді. Христианы болсын, буддасы болсын, басқасы болсын, біздің мұсылмандар болсын, бәрі. Сөйтіп тағы негізі ұят, анау жаңағыдай енді спортқа айтып кетті, алашордаштар осылар көрініп бар, ұяттың жетегінде жүргендер өлімнен де қорықпай, басқадан да қорықпай, бәрі трансценденттік мәнін түсініп алып, халықты құлдықтан құтқарамыздан егемен ел боламыз деп үлкен мұраттар халықтың соңынан кетіп бара жатқан енді бұл не деген сөз? Сен ұлы тірліктің етегіне ұстауың керексің деген сөз. Енді адамның ар-ұяты ішін мазалап бастайды. Сенің өмірің босқа өтіп жатыр, осы не жүріс, 30-дан асқаннан кейін әсіресе егер жүрегің таза болса, сен 25-тен кейін денсаулық дені сау болса. Болмаса ол сөзге дейін. Сөйтіп тағы мистик, моральный соформа деген отырғаны өзінің ар-ұятын ұқтап тастау үшін қандай да бір діни жамағатқа мүше болып тұр. Сосын Құдай құлшылық ғибадаттар жасай бастайды. Енді сен нелді күшсін алып айтса, мен дүниенің ішінде сендер сияқты жүрген жоқпын. Мен Құдайдың сағынында біздің пайымыз түгел, өген екен ағын елі білесің бізге, қандай нағылықты күтіп тұрғанын, жаңа жерде есаптығы ойнаған бұл күлігін, мәселе мен маған мағзайды. Ал оны қалай ұстайсың енді сен? Оны бітірген білесің дейсің. Жақсы, мағыл. Не бітірдің мен? Сен аяғын шақап ойнап тұрған жоқ. Сондықтан моральный соформа дегенде ұстататын дәрі дегенде өте әдемі тапқан. Яғни ар-ұяты қыса бастаған кезінде бұдан қалай құтыламыз деген кезде ол не істеп жатыр деген кезде мына дүниені ағап, мына дүниедегі надандыққа майдан аш, мына дүниедегі жоғалып жатқан мәдени құндылықтардың бәрін қайта қалпына келтір деген месседж жүріп жатыр. Оның бәрі саған алалап береді. Сен бұндай мәдени майданға ағартушылыққа шыққанда сенің қоғамда міндетті түрде оппоненттерің пайда болады, және олар саған ұялып қалады. Сондықтан Черчилль дұрыс айтады. Мен сенің қандай мықты жігіт екеніңді дұшпаныңа қарап анықтаймын. Егер сен шынымен мықты жігіт болатын болсаң, сенің дұшпандарың да өте мықты болу керек. Демек сен саған 5-6 яғылық ұстаса қоғам таратқан. Значит, сен өте бір мықты идея үшін күресіп жүрген жігітсің деген сөз. Ешқандай идея үшін күреспей тек қана жаңағы дәрісін шығып ар-ұятын ұстап жүре беретін адамдарда шынымен де ешқандай яғылық болмайды. Олар сол өзінің ақ жөнінен қоғамда жүре береді. Сондықтан бұл да апасы нәрсе қартайғаннан кейін шатырдың бәрі жас кезде білмейді. Қартайғаннан кейін әкеңнің өзіне танытатын үлгілердің кездесе, оны Морган Стокберттің Denial of the Soul деген кітабы жағынан бастап орысша шығып, ағылшын білсең оқисың. Сондықтан анау ар-ұяттың ішінде мен ана адамның тоқталмай уақыт аз, ар-ұяттың ішіндегі екі мәлімет деген бар еді. Біреу сұрақ қояды. Сәлем, мына кісі ар-ұят туралы қоңыстырып айтасың ғой, фактыға қойды. Осы шіркеудің гегемониясы сияқты логотерапияның гегемониясын орнатып жүру мүмкін ба? Яғни менің ар-ұятым өмірдің дұрыс көрсетіп келдің бәрін маған білесіңдер, мен артымен жүргізіп, сосын бәрін сенің айтқаныңды істеп отырып, ертең Гитлер болып шыққансың. Қандай гарантия? Сосын бұл тұрады. Иә, Құдай тағала бәрін есептеп жаратқан.
ар ұяттың ішінде екі мазмұн тағы бар еді. Біреу не десе, ар ұят ешқашан 100% көрсетпейді. Примерно 75-80% ғана көрсетеді, қалған 30-35% неге тәуелді білесің бе, не десе. Ол екі мазмұн. Адамның болмысын, потенциалын, жігіттігін көрсететін, ер азаматтың әйелдерінде оның кім екенін көрсететін нәрсе, ол тәуекел, риск. Яғни белгісіз жүрген кезде 5-6 вариант тұрады. Мынау да дұрыс, мынау да дұрыс, мынау да дұрыс, мынау да дұрыс деп ойласа. Сол өзі тұрып ішінде өзі ең дұрыс. Адамның өзін адам екенін сезінетін шаттық сезімі соған байланады. Яғни сенде таңдау ерік болған кезде мыналардың мен біреуін таңдайтын рискке кетеді. Кейде қателік болуы мүмкін, жерде онша болмай қалады. Жарайды, орнына келтіріңіз, екінші жолға дейсің, екіншісіне беру, тәжірибе жинай беру адам. Екінші міндет не десеңші? Екінші міндет өте сақ болыңыздар. Менің ар ұятым, менің ұстанған жолым 100% ақиқатты көрсетіп дейтін адамдардың бәрі инквизициямен айналысады. Біреуі жазбаумен айналысады, біреуі үкім оқумен айналысады. Қарасаңыз мына дін уағызды тыңдап алған адамдардың бәрі не үшін басқа адамдарға тыныштық бермейді? Отырып алғандарын қарындас, қазақтыңыздар жүрмеген, қарындас, қазақтыңыздар ит асыраған, қарындас, қазақтыңыздар киінбеген, моральын оқыған кезде сен тек қана соның видениесімен, соның әмірімен жүрген сияқты болады. Анау бәрін білетін адам болып шығар ақыр аяғында. Бүкіл сұраққа жауап беремін деп шығар. Сен как раз таки мен ештеңе білмеймін деп ойлайсың. Сондықтан Кант болса, адам өзінің ақылының патологияға тірелген қайдан біледі десе, өзінің білмейтінін білген кезінде ғана дейді. Яғни түк білмейді екенін деп мойындаса, маған данышпан болды деп айтасың. Сондықтан шынымен де ар ұяттың ішінен екі міндет жасырған. Біреуі біздің жігіттер, сендерге көп жағдайда түсініксіз болып тұрады, көп жігіттер келеді бізге. Мен не істеймін, оқыған мен елге барлығын не істеймін десең, бұлыңғырған көрінбей тұрады. 5-6 варианттың ішінен біреуін алып, мынаны көрші десем, қорқып тұрмын деп айтады. Көрдің? Как раз таки сен қорықпай соны ал жақсы онда. Тәуекел етіп таш жоқ, ажал еміне өлген жоқ, Аллаху акбар бас кеткен болды деп дайын жерден оқып бірдеңе шығарды. Тәуекелге бармайтын жігіттер, қыздарын да бармайды. Не? Қаншама қыздар тұр бұл жерде, ақырден басы бос. Жігіттерге айтасың дейді, мына қызың бармышсы. Жақсы, өскемендікі ғой дейді. Егерден той томалап өлмештің болса, барасың деп шынын деп. Папам айтып еді, мүмкін болса Шымкенттің айналасынан олай болмайды ма енді? Шымкенттің қызы тақырып толып тұр енді. Көрдіңдер ма? Осындай риске бар. Енді мынаны десең, қыздың папасы түрлі ғой, папасы мамасының тұрады. Сондықтан жігіттер олай болмайды. Кәдімгі тәуекелге барған кезде ол бітті. Сол қыз барған соны сүйреп кетесің. Сен оның бәрін зерттеп, бәрін істей алмайсың. Бәрін фекшнмен уақыт өте келеді. Барып түзеп аласың. Сондықтан маған кісіге көңіл айту, анау дегендерді керек өзім өтіп шешкенге айтып қарындаш керемет нәрсе маған. Просто мына жаңалық үшін ғана адам өмір бақиына жолы бар, құл болып өтуге болады. Қарашы, ар жоқтың ақылы жоқ дейді. Бұл енді шешуші шайқас. Conscious деген білесің бе? Conscious деген ар ұят. Астында consciousness деген сөз. Ол сознание, ақыл деген сөз. Енді соны мына экзистенциализмді талдап отыр. Қарашы қалай әрекет түсіндіріп отыр. Ар ұят дегенде кон деген көріне ма? Представьте. Яғни сен кон деген бірге деген сөз. Анау кон деген өшіп тұрмыш, сайенс деген сөз шыққан еді, ғылым деген. Ғылым конмен жүреді. Бірлес. Conscious деген кезде ар ұят болады да, ар ұят саған бірдеңені білдіреді. Сен дүниені тек қана рационализммен кітап оқып тани алмайсың. Сен ар ұятпен, интуициямен танитын моменттер өте көп. Екінші consciousness. Өтірді алдына кон болып қойып тұрған, екеуінің арасын айырып тұрған бір нәрсе болды. Бір әрпан consciousness болып тұрған жерде. Енді осыны қарап, енді адамдар тұрады, біздің заманда мынандай үй болды дейді. Ұят болады десе, ұят болады, өте жоқ. Қазір бәрі сөйтіп дейді ғой. Бәрі конформизм қайдан шығады. Оппа, елдің сұлуақты бір жағына өттің бар, ар ұят тұншығады, уақыт өте келеді. Өте көп оқыған, шетелде оқып келген, бірнеше структурадан өткен тәжірибе жинаған адамдар үлкен минбарға шыққан кезде әсіресе ең көп көрінетін жерін айтайын ба, ар ұятты тұншықтырып, соның аузынан авария болатындар оқып келген. Ақпарат қалады, чиновниктер болады ғой. Солар не үшін журналистерге интервью беріп берсін? Интервью берсе, міндетті түрде бір сөзді ұшақ. Сонда адамның ар ұятына, ақылына қайшы келеді. Мысалға,
21 ғасырда ғұлама атанған бір атақты адам бар қазақ. Оның тақтауы ақылы болса ма, оған тіршілік ғылым академиясының бастығы ғасыр ғұламасы деген атақ берген. Сол ғасыр ғұламасы арайын тұншықтырып ұстарда бір интервью алынса дейді, үйсендер қазақтар микрокредит алындар да, екісіне сатып алындар да, соны сал, сәсетінде соны сатса дейді. Сосын бүгін маған барады телевизорда. Не? Қанша жеті балам бар деді, әлде қандай болсын. Бала туғызатын кезде менен ақылдастың ба дейді. Сөйтіп айта ма сатып деген сұрақ балаға. Көрдің ма? Қаншасы істегенде, анау арияның тұншықтырып тұрған өзінің біліміне сенді ғой. Келді журналистердің интервью алып, өмірдің мән жайында айтқан сөзін естідің ме? Керек жоқ өмірдің мән жайында ойлады. Осы ойламаңдар ғой, ол не көп болсындар. Любой человек алып келеді қазір. Ақтаталып болған, жаңағы қыздардың интервьюмен өмірге шығарып сөйлейші. Шетінен кіріп қалады. Сосын журналистердің жеңі болады. Пещерный жаңағы национализм, өшірім жаңағы оқтап туғатсындар, қарне құдай санасын. Сондықтан журналистер парламентке бараттарына, депутаттар шыға бастаған кезде бұл білдер. Сіз сұрақ бола ма деген кезде ар ұятына кір түсіп алғандардың бәрі аузын ағылып өте жақсы. Сөйтіп тағам қашады, ұсты. Ар ұятты қазірден тұрақтар. Не сұрайын деп өзі керек дейді. Журналистер қашап керсінші. Көрдіңіз? Осыдан опамай не болды. Ана мендегі шығарып отырыңызда қарап отырсың деген, мынау болашақ болып оқыған адамды дейсің. Мынау 3-4 білетін адамды, мынау босты оқыған адамды, мынау онды оқыған адамды. Не үшін ондай? Бәрі атқа. Мен әртүрлі ведомствода отырмадым. Маған қанша өзімді сонда бәрін атынан жарайды, ит башқыстар. Отырларды береді, қарасың, дүние шайқайды. Ал енді келесен сұхбаттасайды десең, ауыздарын ашқан кезде бір мудрый, бір тамақ сөз айтатын бір чиновник. Көрдіңдер ме? Сондықтан бұл мемлекеттің тәуелсіздігі ненің үстінде тұр деген кезде ар ұяты бар азаматтардың ең бірінші мемлекеттің ресурсы ар ұят деп есептеледі. Соны танытыңыз деп жүрмін, қатысышы. Қандай қылым жасай достар. Таң қаласың. Так, мынаны бітеп, соңғымен былай, мынау не айтып отыр енді? Бұл классикалық әңгіме. Бұны елдің бәрі біледі. Мынау Рабиға Балқия. Бұл енді өмірде болған адам, Ирактың жерінде Бағдатта өмір сүрген деп айтады. Мына сурет атақты сурет. Бір қолында от бар, бір қолында тұманда су бар. Бұл нені символ жасап отыр? Аңыз бойынша Хасан Басри Бағдатта келе жатыр дейді, алтын Рабиға Балқия. Бұл тақуа ата. Сөйтіп, Рабиға, күн болса өртеніп тұр Бағдатта. Ана отпен неге алып аласың? Шөлмесең аны дарияға ағып жатыр, тегін өзі. Сумен неге алып аласың деп? Тамам, жын кеттік жатыр деп. Неге деп? Мына тозақтың, мына отпен деп айтады. Жұмақты бәрін жарып жүрген деп. Су не істейсің деп? Тозақты құйып өшірді, тозақты да жәннатта екеуін жойып жіберген деп. Неге өйтті? Ашуын атты ғой деп. Мына мешіттің ішінде толған біздің мұсылман балалар деп айтты. Қараш, тең жартысы тозақтан құлшылық болады, тең жартысы жұмаққа қорғызын ұшаңызды құлшылық болады. Бір белгілі Құдайдың дидарына ұмытылмайды, соған алардың бәрі қолдарынан түкілмейтін адамдар болады деп айтты. 10-шы ғасырда адамдар жаңағы айтып отырған моральностан қорғанды, ұйықтататын дәрі суызды ішті болады. Яғни Бағдатта қаншама құндылықтар аяққа тапталып, қаншама әдетсіздіктер болып жатыр, қаншама жөнейтін сүйетін заттар бар. Мұсылмандар оның бір-бірін айналыспайды, бәрі барады, інжелге кіріп кетесімен толтырайды. Сондықтан Рабиға Балқия келеттерінің Құдай дидар деп айтатын себебі сол. Сондықтан жалпы мына дінге үйір болып, болашақта мен осы діннен өзімнің бақытымды табамын, осы дін ғылымның ішінде мені барымды ашатын бір нәрсе жатыр деп есептейтін адамдар болатын болса, ұйықтататын дәріні ішіп қойып жүрмеңіздер. Өздерінің ниеттерін қайта байлайтындарын білдіру керек. Сондықтан Хасан Басри мен Рабиға екеуінің арасында болған атақты диалог сол. Қатындар дүниені жақсы көреді, қыз теке қорғызын жақсы көреді, нағыз ер азаматтықтар дидарына ғашық болды деп айтатын себебі сол. Сондықтан енді бұл әңгімені мен айтсам айта беремін, ар-жағында миллион қисса бар, олардың маған айтып кейін салып ойға келеші. Сондықтан мына ары келген десе, латынша терминде сіздер сәл қиналтуы мүмкін. Сондықтан мен осы жерден әңгімені үзуге мәжбүрмін. Себебі осындай жиындар адамдар келеді екен, мені қызықтап сөйлетіп қояды екен, 2 сағат, 3 сағат, мен тыңдап отырып сөйлей береді екен.
Sonra uyine baradi ekan. Uyine bargandan keyin so'rayapti endi, "Ay, qayerda yuribsiz? 5 soat bo'lib turibsiz. Oyboy keyin chiyib bo'lib, elinbay 5 soat söyledi. Şimdi sorayım, sonra ne etti o? Ne ettiğini benim suyum yok. Sosyalda bana ayda verdiğim olsam, ama kaçısınız, ne olur, niye bozuyor, ben şahsı gösterim. Ben bugün ayda alıp geldim, şimdi bırak nasıl akcent koyuyorum. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ұстап тұратын нәрсе ар ұятын бекер ер азаматтардың қызметі. Мына сөзден бірге келді, бізге қиын болып қалды деп ойлаймын. Достар, барлықтарыңыз келген саны сол қалпы отырсыздар, көп рахмет. Тұрып тұрған азаматтарға сіздерге мың алғыс, кешірім сұраймыз. Осындай орын жетпеген келесі жолы барлығына жетеді деп ойлаймыз. Осы ток сіздерге ұнады деп үміттенеміз. Осы кездесуден жаңа ойлармен, жаңа көзқараспен қайтады деп